Сәлем достар, сіздермен бүгін мен бір істегеннен шығатын дәмі керемет сүтті қыз тортының оригинал рецептімен бөлісетін болам. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысымызға ерітілген бөлме температурасындағы сары майымызды салып аламыз. Содан кейін 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып миксерлейтін боламыз. Одан кейін сгущенкамызды қосатын боламыз. Сгущенка неғұрлым қою болатын болса, корждарымызды соғұрлым әдемі шығатын болады. Мен три желания айналайын сгущенкаларын сүтті қыз тортына пайдаланамын. Қыздар, міне енді біз сухой сместерді араластыратын боламыз. Ол үшін ұнымызға қамыр қопсытқышымызды салып, жұмыртқалы массамызға қамырымыз жақсы көтерілу үшін електен өткізіп салатын боламыз. Ең соңында массамыз біркелкі болу үшін осылай миксердің көмегімен араластырамыз. Қыздар, міне 20 диаметрлі форма менде. Осыған диаметрлі форманы алып, қаламмен пергамент бумаганың үстіне осылай сызып аламыз. Торттарымыз біркелкі болу үшін осылай сызып алған өте ыңғайлы. Осы дөңгелектерге шамамен 2,5-3 қасықтай қамырымызды салып жағып шығатын боламыз. Қыздар, видеода көрсетілгендей етіп, жаңағы қамырымызды осылай қасықтың көмегімен дөңгелектеп аламыз. Келесі біз корждарымызды 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 5-7 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Қыздар, міне біздің корждарымыз дайын. Менде осы жерде 7 корж шықты. Өзде жұмсақ, жұқа әдемі шыққан корждарымыз. Енді қыздар, біз кремімізді дайындаймыз. Ол үшін салқындатылған сливкиді миксерлеп аламыз. Үстіне творожный сыр, сахарная пудра қосып тағы да миксерлейтін боламыз. Міне қыздар, біз креміміз осымен дайын. Енді тортты жинайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен тортымызға осындай кальцоны қойып аламыз. Торттарымыз біркелкі түзу шығу үшін. Достар, біздің тортымыз осымен дайын. Кремді сыртына қаптап бір тегіс етіп жағып алдық. Бетін әрлеу өз еркіңізде. Осылай түрлі жеміс-жидектермен де, шоколадтармен де әрлесеңіз болады. Ас болсын, менімен бірге болып видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.